Сіздерге ең оңай тәтті пирогтың рецептін ұсынғалы отырмын. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып аламыз. Араластырып аламыз. Үстінен құмшекерімізді саламыз. Тағы да араластырып аламыз. Бұның үстінен айранымызды құямыз. Сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Үстінен енді қопсытқышымызды саламыз. Жақсылап тағы да араластырамыз. Енді ситадан өткен ұнымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Қалған ұнымызды саламыз. Бір келкі болғанша енді араластырамыз. Сметананың қоюындай болуы керек. Көріп тұрғандарыңыздай. Енді бұны ыдысымызға құямыз. Құйып болған соң, бір-екі сілкіп, ұрып жібереміз. Бір келкі пісуі үшін. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минутта осындай әдемі болып пісіп шығады. Шпажкамен, яғни шимен болсын, осылай шұқып көресіздер. Қазір сіздерге кесіп көрсетемін. Ыстық болып тұр. Ортасы ашық. Істеп көріңіздер, ас болсын.